бәріне сәлем достар. Бүгін біз 6 сыныптың 6 тарауының 6 сабағын өтетін боламыз қазақ тілінен. Ал енді бастайық. Тақырыбымыз Қазақстан көлдері. Бірінші тапсырма. Мәтінді оқып, негізгі қосымша және детальді ақпараттарды тауып түсіндіріңдер. Бірінші мәтінді оқып алайық, сосын астындағы сұрақтарына жауап беретін боламыз. Балқаш көлінің атауы қайдан шықты? Балқаш Қазақстан жеріндегі ірі көл. Кейбір зерттеушілер көлдің атауы ертеде су мағынасын берген балық сөзіне жұрнақ жалғануы арқылы жасалған деген болжам ұсынады. Балқаш көлінің атауы жөнінде біздің пікіріміз өзгеше. Мұның өзіндік себебі бар. Біз ежелгі түркі жазба ескерткіштері сөздігінен су мағынасын беретін балық сөздерін ұшырата алмадық. Родлов көрсеткендей, көл атауы қазақ тіліне ертеден тән сазды төмпешіктері бар былқылдақ батпақ мағынасын беретін балқаш сөзімен байланысты тууы ықтимал. Бұл ойымызды Телеуіт құманды Алтай тілдерінің деректері растай түседі. Оларда балқаш сөзі лай, балшық, тұнба мағыналарында қолданылады. Егер осы деректерге сенсек, болжамымызды көлдің табиғи жағдайы да дәлелдей түседі. Балқаш көлінің солтүстік-шығыс жағалауы мен Іле өзенінің көлге құяр сағасы батпақты болып келсе, көлдің шығысы сортаң. Көл өз атауын осындай сипатына қарай иеленген. Білім шапағаты газетінен алыныпты. Кешіріңіздер, бір сөзін қалдырып кетіппін. Бірқатарын дегенім, енді астындағы сұрақтарын оқиық. Бірінші сұрақта былай депті: Балқаш көлінің атауы туралы пікірлердің қайсысына қосыласыңдар депті. Ал екіншісіне Балқаш көлі Қазақстанның қай өңірінде орналасқан депті. Жауабы міне. Бұл бізде бірінші сұрақтың жауабы. Балқаш көлінің атауы ертеде су мағынасын берген балық сөзіне жұрнақ жалғану арқылы жасалған деген пікірге қосыламын. Бұл пікір көлдің тарихи және табиғи ерекшеліктерін ескереді. Ал бұл бізде екінші сұрақтың жауабы. Балқаш көлі Қазақстанның оңтүстік шығысында орналасқан. Мен белгілеп қойғам сіздерге жауабын осының. Достар, бірінші тапсырманың астында ереже тұр, бірақ мен оны сіздерге түсіндірмеймін. Сіздер өздеріңіз оны кітаптан оқып түсінесіздер. Егер сіздер осыны болымсыздық есімдігін түсінбесеңіздер, менің осы аккаунтыма кіріп тіркеліп алыңыздар. Және де ол жерде осы есімдіктің түрлері және өзі бар. Содан қарап көрсеңіздер болады. Достар, енді екінші тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырмада былай депті: оқылым мәтіннен есімдіктерді тауып теріп жазыңдар, мағыналық түрлерін ажыратыңдар депті. Ең алдымен мәтінді оқып алайық, сосын жауаптарын айтатын боламын. Ертеректе Балқаш көлінің күнбатыс жағын мекендеген жұрт бұл айдынды Ақтеңіз деп атаған, ал шығыстағы жұрт Жұмбақ көл атандырыпты. Бізге жеткен аңыздарға сүйенетін болсақ, сол заманда бір байдың Балқия деген айдай ару, күндей көркем қызы болыпты. Ел жұрты Балқияның ақылы мен көркіне тамсанып, оны Балқияжан, Балқаш деп еркелетіп атапты. Қатал салт дәстүрдің құрбаны болған Балқаш қыз сүйгені ерденге қосыла алмай осы шалқар көлдің жағалауында дүние салған екен. Самал жел сыңсыған ну байтақ дала адамзаттың қайғысына ортақтасып Балқаш қызды жоқтап қала береді. Содан бері көл бойын жағалай қонған жұрт айна бетіндей жарқыраған қасиетті айдынды Балқаштың көлі деп атаған екен. Екінші тапсырмадағы мәтінді оқыдық. Ендігісі бізде жауабы. Кейбір деген белгісіздік есімдігі. Біз оларда деген мәтінде кездесті ғой, ол тіктеу есімдігі. Өзіндік, өз деген ол бізде өздік есімдігі. Бұл осы деген сілтеу есімдігі. Негізі есімдік және олардың түрлері өте оңай. Екінші тапсырмамыз аяқталды. Енді бізде үшінші тапсырма. Бұда былай деп айтылыпты: өздерің тұратын жерге жақын орналасқан көлдер туралы білетін және білгің келетін мәліметтерді кестеге жазыңдар депті. Мен сіздерге қазір жауабын беремін. Біз көлдер деген жерге Зайсан көлін жаздым мен. Енді білетінім деген жерге оңтүстік Алтай және Сауыр Тарбағатай жоталарының арасында орналасқан тұщы көл. Орташа тереңдігі 46 метр құятын өзендер Қара ертіс, Көкпекті, Жарма,
кендірлік. Енді білмейтінім дегенге біз жалпы аумағы, атауының шығу тарихы, қашан, қалай пайда болғаны. Өте негізі оңай. Көлдер дегенге бір көл таңдайсыздар, өздеріңізге жақын. Өздеріңіздің сол көл туралы білетін мәліметтеріңіз жазасыздар, білетінім дегенге. Ал білмейтініңізді жазасыздар. Өте оңай негізінде. Бізде ендігісі 4-ші тапсырма емес, бұны орындаудың керегі жоқ. Сондықтан 5-ші тапсырмаға өтеміз. 5-ші тапсырмада былай деп айтылыпты: өлеңді мәнерлеп оқып, ондағы 80 көлге қандай көлдер жататынын анықтап аттарын жазыңдар депті. 80 көл Көкшетаудың саясында, әрқайсы алтын кесе аясында, ауасы дертке дауа жұпар иісі, көкірек қанша жұтса тоясың ба депті. Сәкен Сейфуллин айтыпты. Енді жауабы: үлкен Қарасай, Сіле теңіз, Гейке, Қалибек, Күміскөл, Кіші Шабақты, тағы басқа. Осылар жатады. Ендігісі бізде 6-шы тапсырма. Ода былай айтылыпты: көл атауының шығу тарихы туралы аңызбен ғалымдар тұжырымын салыстырып, келісу-келіспеуі сіздің жазыңдар, есімдіктерді қолданыңдар. Осынау бір малы бір құраған, суы құраған маңзақ қазақ даласынан небір мекендер мен айрықша орындар бар. Олардың болмысы, табиғат тарту еткен ерекшелігі кейде сол жер судың артынан-ақ көрініп тұрады. Қарқаралы жері, тұнып тұрған аңыз ертегі, солардың ішінде Шайтан көлдің адам белгісіз керемет сыры бар. Оның атауына байланысты көптеген аңыз әңгімелер бар. Соның бірі көлді басқа емес, әулие Жирен Сақалдың өзі солай деп атаған дейді. Ол өте ерте заманда орман тоғайлы осынау өңірге келіп ел аралайды екен. Күндердің күнінде ол Шайтан көлге барған, көлге жақын келсе, су ішінде дене тұрқы адамға келетін сары түсті қос мақұлық шомылып жүрген көрінеді. Әулие бұлардың ерлі-зайыпты шайтан екенін біліп, олардың көбейіп кетуіне қауіптеніп, дұға оқып, айғай салғанда қос шайтан зым-зия жоғалып кетіпті деседі. Бұнымен мен келісе алмаймын. Себебі сенімді ысырап қойып, ақиқатқа салар болсақ, шайтан мифке бұрып кетеді. Шайтан көл таудың басына тостаған ыдысқа құйып қойғандай ықшам болып табылады. Достар, бүгінгі өтетін тақырыбымыз осы. Осымен өзім аяқталды. Сау болыңыздар. Мен 1000 подписчикке жеткізіп тастау керек. Қазір менде 31 подписчигім бар. Тым болмаса 100 қылып тастайық.